Біз екінші күн сіздерге бүкіл влог түсініксіз болып жатыр ғой деймін. Біз отрывисто түсіреміз, потому что вообще уақыт болатқан жоқ. Осындай күшті витпен шомылып жүрміз. Отельдің төбесіне бассейн прям вау, таңғы 8-де ашылады, сол таңғы 8 жарымда келіп алдық. Күнде шығатын бассейн, бассейнде бір сағатында именно бассейнде бір сағатында шығып. Біз қайда келдік деп ойлайсыздар, достар? Өте керемет жер. Қараңыздар. Абу-Дабидің пляжына келдік. Біздің отельден 10 минуттық жерде. Прям күшті. Қарасаңыздаршы, лазурный берег. Тап-таза, классно. На жер бесплатный жер. Біз платный на барайын жатырмыз. 12 дирхам, ол примерно 1200-1500 теңгедей болады. Күн ыстық. Не алға келдік. Платный пляжға кіруге келдік. Осындай шезлонгтар және осындай зонтик алдық. Осындай шезлонг пен зонтик алу үшін 12 дирхам төледік. Ол бізде бір адамға бір 3000 теңгедей болады примерно. Солай алдық. Міне қарасаңыздар, сразу ошақта уже келіп отырдық. Суы дұрыс емес, платный жердің өзін суы дұрыс емес. Сол үшін біз отельге қайтайын деп жатырмыз. Бір рет суға түсе алдық. Все, мен остановкаға дейін апарып деп жатырмыз. Кондёровый. Любое заведение на щите, торговый центр Ладанховсада обязательно масочный режим, то есть карантинные меры держите. Тоже маска тағып және осындай карточкалар сатып аласыздар. Осыласыздар тура оңай сияқты Алматыдағы тексеретіндер бар даже, например, таңертең тексерді. Біз жаман кетіп жаңалықтарда бірі жан жоқ, тек балтымен ғана жүргізіп екі бетін қып қызыл мәден күште болған ене келдік. Бассейнге келдік, пляждан кейін уже шомылып алдық, енді номерге бара жатырмыз. Қазір душ принимать етіп алғанбыз да шығып уже тамақ ішіп аэропортқа барамыз. Сіздерге үзіліп түсініксіз болып жатса кешірім сұраймыз, өйткені бұл жақ нереально көрген нәрсе. Біздің тамағымыз келдік. Не собственно? Самолетті қарым ашады деп келіп снектар алып жатырмыз. Бағалары біздікіндей қатты қымбат емес, 1 дирхам 120 теңге, ол мына жерде нормальный баға. Мысалы 2800-ден. Ол заттарын алып алды, енді кассаға алып жатырмыз. Орскпен неге келдік, магазинге. 70 доллар автотакси. Да, біз аэропортқа келдік. Батаханчик, твоя машина, оказывается. А где ты? А где ты сам? Вот, мынандай аэропорт Абу-Дабидің. жаз кетемдерге қаншалған білмеймін, жаңа ғана неден түстік самолеттан. Енді направляемся в отель. Бізбен бірге болыңыздар. Осындай не бар, карталар, соны алуға болады. Таксилар күтіп тұрады, бірден аэропорттан шыққаннан кейін. Венгрияның аэропорты осындай. Қараңғы болғаннан кейін бәрі дұрыс көрінбейді. Что, русские, что ли? Да. Біз билет алуға келдік. Осындай терминалдан аэропорттан шыққанда, и потом покупаете билет аласыздар. Ол 1060 теңге тұрады теңгемен. Сосын аласыздар да, ол бір ретқа жарайды, сояққа барасыздар, потом оның ішінде қаланың ішінде мынандай билеттер аласыздар, тура осы жерден, и осыны қолданасыздар болады. Ничего не забыли?
Завтрак пойдем. Это не хочу. Шведский стол. Набрали всякое. Теперь кушаем. Biz уже Будапешт, Венгриядамыз. Жылдары бұл мосты немесе қиратып кеткен болатын. Прям түк қалдырмайды, орта жағынан бәрін қиратып кеткен болатын. И шегіп кеткен. Потом барып, біздің осы советский инженерлеріміз қайтадан осы мосттың басына салып істеген. И көбінесе металлический конструкциядан жасаған. Ол 19 ғасырда осы металлический конструкция енді оборот ала бастаған. Және де бұлар қарап тұрғанда чем-то Эйфелевой башняның үйлеріне ұқсайды. Көбісі сол Эйфелевой башняның ұқсайды, бірақ та бұл 2,5 жыл бұрын салынған. Тауға шығып бара жатырмыз Будапештте. Сол жерден күшті вид ашылады қалаға. И өте жолдар бай тіке орналасқан. Бурабайда болады ғой. Тура сондай сияқты жолдар. Қатты шөлдеп кеттік, тағы ыстық. So we bring you to station 1 to the Fisherman Bastion and the Matthias Church. Then stop 2 to the Buddha Tower and the Old Town. Then stop 3 to the huge palace to see that castle. And then we bring you to station 4 to the castle garden. Осы жолдардан кетіп бетіміз жуасаңыздар болады, су ішіп алсаңыздар да болады. Осындай бетпен көтеріліп бара жатырмыз жоғары жаққа. Мынау Дунай, Будапешт, Венгрия. Өте керемет қала, бізге қатты ұнады. Ыстық, бірақ көлеңкеде салқын болады. Күшті. Замок, біз суретке түсіп жатырмыз. Мынау принцесса кім? Жағы Буда, мына жағы Пешт, екеуін қосып тұрған Дунай. Қараңыздар, мосттар қандай күшті. Прям күшті. Сіздер келуге өте советую, потому что мына жерде күшті локациялар бар. Талқылы дейсіз, тық-тық-тық. Жасап қойған мап карта. Қарап алсаңыздар болады. Жасап қойған. Paper, қағаз тасайсыздар, пластик. Және осылай тасаңыздар. Қарап тұр. Мына жерде фонтан сондай күшті болып тұр. Қараңыздар. Тиын лақтырады. Тілек-тілеп. Мынандай арка бар қасында, әдемі. Бұның барлығы тегін келіп, қарап көре берсеңіздер болады. Жаяу көтерілсеңіздер де болады, көлікпен көтерілсеңіздер де болады. Көлікпен бұл бізде 10 евро болады. Ол курсына қарай өздеріңіз есептеп аларсыздар. Қазіргі таңда біздің курспен ол 5000 теңге. Өте жақсы баға. Осы жерде қыдырып жүрміз, мына жерде экскурсия болады. Билеттер сатып аласыздар, аэропорттан түсе салсаңыздар да болады, әр остановкада тұрады. Мына жерде 24 hours, яғни 24 сағатқа сіз осында жүре аласыз. Бір рет сатып алдыңыз ба? 1650-ге сатып алдық. Сіздер евроға ауыстырып алсаңыздар болады. Осымен кез келген public transport. Английский мой основной язык. Сол үшін сіздер отыра аласыздар. Кез келген жерде бұны ұрудың қажеті жоқ, тек қана қолыңызды ұстап отырасыз, контролер тексерсе көрсетесіз. 24 сағат бойы сіз кез келген жерде жүре бере аласыз, қанша қаласаңыз да. Арыладық, ұнады майс. Күшті болды. Мына жерде реконструкция жүріп жатыр. Мостты қайтадан дұрыстап жасап жатыр. Келесі аялдамаға бара жатырмыз. Сол жерден 15-ші автобусқа отырып, өзіміздің отелімізге баратын боламыз. Бізде жаңа сіздер көргендей
Мәп қолыңызда өздеріңізбен бірге осындай карта алып жүру қажет екені, өздеріңіздің хотя бы отельдеріңізді сызып алатындай осыған қалай жетейін. Ағылшын тілін білсеңіздер, барлық қалада жүре аласыздар. Сол үшін менің курстарыма жазылыңыз. Біз магазинге келдік, осы билеттер алып жатырмыз. Барлығы форинтте жазылып тұрады, оны аудару керек болады. Вот солай математикамен дұрыс деп жатыр. Biz магазинге шықтық. Вкусно? Вкусные, новые, вкусные. Біздің вид за окном көрсетіп жүрейін еще. Классно прям. Мына жерде Дунай, қарасаңыздар, прям шыға саламыз и жан жаққа спокойно бара береміз. Қалай? Бірдеңе ұқсайды? Газированный. Газированный? Иә. Фруктовый газированный бола ма? Бәріне қайырлы таң. Бүгін бізде екінші күн Будапештте. Кеше магазиннен келіп ұйықтап қалған болатынбыз. Бүгін уже таң 8:30 болды. Айс бізде киімдер үтіктеп жатыр. Осындай бөлме бар. Үтіктеп алсаңыздар болады киімдеріңізді келіп. Вот. Мен 12 сағат ұйықтаған ғой. Көзім үсіп, бетім үсіп, барлығы осындай көңіл. Біз боянып алдық, киініп алдық, енді магазинге шықтық. Бүгінгі look of the day деп бетін көрсетіп жатсана. Осындай. Орайы күшті, Будапештте прям. Абу-Дабидан кейін самый топ. Абу-Дабида бір жел таба алмадық қой. Бұл жерде прям вау. Police officers тұрған жерде. Набайыз менің шляпам не көрмеді тұрды. Әдемі істерлеріне кіріп көрмеді тұрсын. Машиналар осындай, жолдары күшті, тап-таза. Красиво, молода, свободно, счастлива. Гуляю. Супермаркетке келдік, хотим взять покушать. Осындай күшті, свежая выпечка алдық. Енді еще выбираем. Қазақстанда жоқ нәрселер сатылады мына жерде. Осындай печенькалар жеп көреміз деп ойлаймын. Милашечный мысықтар. Параметр 4 доллар, 409 форинт тұрады. Чипсыларын жеп көрейін деп жатырмыз. Қазақстанда жоқ милканы алып көрейін деп жатырмыз. Каштамалардың бәрі бар сияқты. Бұл канал официально ауысты, потому что бүкіл жерде мына ханым жүр. Біздің отель мынау. Біз мына жерге келдік. Цена осындай. Өздеріңіз аударып алсаңыздар болады. Бұл венгерский форинт. Күшті орманда отырмыз, иә? Сенің артыңа не ол? Тура бізде Грация деген соқтың апельсиновый түрі. Потому что ішінде кожурасымен бірге маңдай горы. Как это? Мындай чио деген чипсы алып, жеп көреміз. Паприка. Я всегда мечтала об одном. Снимался чипсы. Әдемі киініп боян шығып алып, қыдыруға барай кеп жатырмыз. Жаяу жүруге велосипедпен болады. Мынаяқтың бәрі поезд жол. Осындай әдемі жерде жүрсем, жаяу қыдырып, мына жаққа келдік. Осындай водопад, мына жері мост.